бір қыз бала жаңағыдай анасына хат жазады. Айталық ұбт-дан кейін. Анашым, мен сенің үмітіңді ақтамадым, ұбт-дан құладым. Сіз қалаған балды алмадым. Ол аздай. Соңғы уақытта осы ұбт-ның қысымынан наша шеге бастап едім. Қазір тәуелділігім анықталды. Ол аздай қазір білмеймін, сол ерте жастан аяғым жүкті болып қалды. Аяғым жүкті болып қалдым. Ол аз ба, мен әкесі кім екенін де білмеймін оны. Шешім қабылдадым, бөлек кетіп, құрып кетуге, сендердің өмірлеріңде отбасыларыңа лайық болмай қойын, сүйектеріңе қара таңба түсірмей қойын. Үйдегі бүкіл ақшаны, бүкіл алтынды алып кеттім, күн көру үшін. Білмеймін, тағы осындай керемет қорқынышты сценарийлер жазып келеді. Соңында жазды, анасым қалжыңдай, ештеңке болған жоқ, жай ғана ұбт-дан төмен баға алдым. Ананың бәрін не үшін жаздым? Сізге өмірде ұбт ең маңызды зат емес екенін көрсету үшін ғана дейді. Одан да қорқынышты, одан да сорақы сценарийлер бар негізі. Проблема негізі ұбт-да емес сияқты, немесе ата-ананың ұбт-ны қабылдауында емес деп ойлаймын мен. Проблема біздің қоғамдағы қателік құнының жоғары екендігінде. Саясат Нұрбековті білесіз ғой, сол кісімен бір рет бір қоғамдық лекцияда өте бір мынандай қызық талқылау болды. Сол кезде бір жігіт мынандай сұрақ қойды: бізден Нобель сыйлығының лауреаты қашан шығады? Ол кісі ешқашан деп жауап берді. Біз таңғалдық, қалай сондай бір пессимистік көзқарас деген кезде. Сол кезде ол кісі айтады, қараңдаршы, біздің қоғамда қателіктің құны өте жоғары. Кез келген сүрінген адамды бірінші кезекте туған туысқандарынан, әке шешесінен бастап бәрі міскін деп тастауға дайын тұрады. Қателіктің құны жоғары болған кезде ешқандай ғылыми техникалық революция орын алмайды дейді ол кісі. Тура біз тамсанатын Америка сияқты елдерді алатын болсақ, оларда қателіктің құны өте төмен. Қызығы, соның себебінен олар көп қателік жасамайды. Біз үшін қателіктің құны жоғары болған сайын біз ең үлкен қателікті істейміз. Суицид сияқты немесе тіпті әрекетсіздік сияқты.